Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын жақсы көтерілетін дәмді нан пісіріп көрсетемін. Достар, жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт. Күнделікті пісіріп жүрген наным. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Қазір үшін кесіп көрсетем. Пісірген нанның. Өте жұмсақ. Осы видеодағыдай рецептпен жасайтын болсаңыздар, осылай жақсы көтерілетін дәмді нан піседі. Бізге керек заттар: бірінші қамырына 200 грамм суға 200 грамм сүт қосып, үстіне 10 грамм тұз салдым. Жылы болу керек сүтіміз бен суымыз. 50 грамм сұйық май, 5 грамм дрожжи салып, араластырып, 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз, дрожжымыз еріп көтерілу үшін. Сосын алдын ала електен өткізілген ұнымызды жайлап салып, қамырлайтын боламыз. Ұн бенде 750 грамм. Бұл жерде менен 2 нан шығатын болады. Үлкен-үлкен. Қамырымыз өте әдемі болып көтерілді міне. 50 минут 40 минут қойсаңыздар, осындай әдемі көтеріледі. Бір рет қайырасыздар нанды. Қайырсаңыздар, одан сайын әдемі көтерілетін болады. Мен бір рет қайырдым, қайырған видеоға түспей қалыпты. Енді осы әдемі көтерілген қамырымызбен нанымызды суалап пісіре берсек болады. Осылай бір қайырып алам тағы да. Бұл менде екінші рет қайырылып атқаны. Бірінші рет сол ыдысында қайырған болатынмын. Екіге бөліп, 2 нан қылам. Біреуін бетін жауып қайтып қойып қоям да, екіншісін табама салып, домалақтап формасын келтіріп алам. Өстіп домалақтап формасын келтіріп алғаннан кейін тағы да бір 5-10 минутқа жауып қоятын боламыз. Сонда жақсы көтерілетін болады. Міне көтерілді. Көтерілгеннен кейін қолымызбен бет жағына осылай ұнды жағып, ештеңеде жақпай, қарапайым түрде пісіресіз. Осылай көтерілген күйі пісірсеңіз де топ-томалақ әдемі нан болып шығады. Мен бірақ бүгін сіздерге нанның тағы бір бетіне уыз орын салып, бір түрін көрсетейін деп жатырмын. Бұл бетіндегі салған уыз орда нанның дәмі өзгеріп кетпейді. Сол қалай илеген қамыр домалақ күйінше солай дәмді болады. Көрінісі ғана әдемі болып тұрады. Осылай бетіне жапырақтың формаларын салып алып, кейін көкөне қайшының көмегімен осылай кесіп үзіктер жасап, дайын болған түрі осындай болып тұрады. Енді 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз пісті, қып-қызыл болып. Бұл ақ болып тұрған менде жаққан, алдында жаққан ұндарым. Ішін қазір кесеміз. Өте әдемі піскен. Достар, жасап көріңіздер.